Қоянды ауылын 2 күн бұрын су басты. Тұрғындар биліктен тез арада шара қолдануын талап етіп, республикалық маңызы бар жолды да жапқан болатын. Арадан біршама уақыт өтсе де, қазіргі су әлі тізеден төмен келіп тұр. Төтенше жағдайлар қызметкерлері тәулік бойы бұл жерде жұмыс атқаруда. Үйге кірген суларды арнайы насоспен сыртқа шығарып, тіпті мынандай құм топырақ төсеуде. Звонок қалмайды. Ондай әкімнің бізге не қажеті бар? Былай тасып жүрміз. Тасып былай. Кеше түстің кезінде кірді, ар жақтан су келіп жатыр, міне 4 қомқа келді, бірінен кейін бірі. Үшеуі істемейді. 4 қомканың үшеуі істемейді. Ана жерге шығарып қойды. Біреуі ғана зорға дегенде істеді. Міне қолдарында ешқандай недері құрылғылар жоқ. Су шығаратын ЛЧС-тің адамдары келді. Ана жерге 2 насос қойған, оның біреуі істемейді, үшеуі әкелген вообще. Оның біреуі істемейді, соның біреуін әкеліп мына жерге қойды. 40 минут жағаласып істеткен жоқ. Қайта 112-ге звондасақ, 109-ға звондаңдар, 109-ға звондасақ. Жаңағыдай менің облыстың нөмірін береді бізге, оған звондасақ алмайды. Әкім телефонын алмайды, телефон отключен. Ақтымызда қойылдағы жағдайдан хабарыңыз бар. Не айтасыз, тұрғындар сізді таппай отырмыз дейді. Телефонына жауап бермейді дейді, бізге келген жоқ дейді. Ауылымыз үлкен. Біздің мынау болған жағдай күрт жылынуына байланысты осындай жағдайға тап болып отырмыз. Ауылымыз 2004 жылдан бастап үйлер салына бастады. Бүгінгі таңға дейін 5000-ге жақын үй бар, 180 километр жол бар, ішкі жол. Жоқ, су мәселесі бойынша, бүгін қазір потоп бойынша айтыңызшы. Осы мына потоп бойынша неге айтайық деп отырмын мұның барлығын. Кейбір су басуына себепкер отырған жол салынған кезде құрылыс нормаларын сақтамаған кейбір тұрғындарымыз. Кейбір тұрғындарымыз судың өтетін жолына самозахват дейді бұған. Естеріңізде шығар, білет, қаншама ақпараттар бар ол туралы. Кейін кезде судардың легализация бойынша заңдастырылып алды. Қазір тұрғындарымыз тұрып жатыр. Енді су артқа қарай судың өту керек қой. Соған кішкене халықтың нормаға сәйкес құрылыс жүргізмегені, кейбір тұрғындар ауылдың ауладағы қардарын, өз ауладағы қардарын шығармағандығы. Проблема неде жалпы? Жыл сайын осы су басатын. Мына көшедегі өз суымызды өзіміз кашеттап аламыз. Мына жерден балық өсірем деп, мына қояндының ортасынан ор қазған үлкен, кішкентай ғана көлшік еді. Енді ол балығы да болған жоқ, мынандай бос топырақпенен үйді сол бұзып кетіп жатыр. Жылда осы. Егерде мынаны шешпесе, бұрын кішкентай ғана көлшік еді, бір күн ағатта қоя қоятын еді аз ғана. Оны Бақыт деген кісі мына Золотой фазанға су жіберем деп, мына жерде демалатын орын бар. Соған су жіберем деп, мына көшенің ортасын айыра жүргізіп тұр. Осы проблема. Қалған қарымыздың суын біз өзімізді тірі жанбыз ғой, тіршілігімізбен насос бірдемеміз бар. Мынау деген кеше 1 метрге дейін көтерілді, жарты метрге дейін көтерілді. Сол мына көлшіктің шаруасын не сауатты өткізсін, не анаусын қайтадан көміп тастасын. Сол ақ бара шаруа. Мынаның бәрі жарамсыз, астын бәрі суға толып тұр. Фундаменттің астын суын қалай шығарамыз? Мынаның бәрін уже енді алу керек, шығару керек. Топырақтарды сыртқа шығару керек. Әйтпесе үйдің іші сырыс болып, мынаның ішінде уже денсаулығың кете бастайды. Міне біз кеше МЧС-ті шақырғанбыз. Бір күн бұрын шақырып келтіре алмай, әбден үйді су басқаннан кейін ғана келді. Су басқаннан кейін кеше келді. Негізінде су алды күні көтерілген. Ақпарат қолыңызда бар ғой, неше үйді су басты, неше үйдің ішіне кірді, неше үйдің ауласына су кірді. Қазіргі нақты бізде бүгінгі қазіргі таңда бізде 4 үйге су кірді. Бірақ ауласында тұрған судар бізде өте көп. Бұл енді ішкі судар да. Қазіргі таңда біздің Қоянды ой жерде орналасқандықтан сырттан келетін судың қаупі бізге төніп тұр.
Сырттан келетін қандай су? Орманнан келетін судар. Біздің ой жерге орналасқандықтан ауыл сыртына ішке кіру қаупі нақты қазір бүгінгі таңда қиындыққа туғызуы мүмкін деп соған дайындық үстіндеміз. Өтемақы береміз дей ма? ешқандай жаңа мен акиматтағы Динара деген маманмен сөйлестім, негізі сол акт обследование жасайды екен. Акт обследование жасаңыз дедім, келіп үйіме су кіріп кетті. Мен шығынымды кім төлейді мысалы? Былтыр да жаңағыдай өзім почти жөндеу жұмысын өзім жүргіздім. Соны айтып едім, сіздерге ондай қарастырылмайды деді. Өйткені төтенше жағдай жарияланбағаннан кейін үкіметтен сіздерге ештеңе берілмейді. Тек 104 мың теңге жаңағы жұмыспен қамту бойынша жаңағы акиматтың ішінде бар екен, сондай 104 мың теңге аласыз деді. Енді менің үйімнің бұл ламинаттары жарамсыз болып қалды. Оның да құны біраз ақша. Енді ол 104 мың теңге неге жетеді? Шығынды ешқандай өтемейді. Енді мынаның барлығын шығынын өтініш жазыңдар, шығынды береміз деген сияқты болды. Бардық, өтінішімізді жаздық. Бірақ олар енді 100 мың ғана теңге ақша береміз дейді. Мына шығынның бәрін санасаң, кемінде 2 миллион теңге шығын болады. Сонда олар бізді осылай, мысалы, қарақалықты күйдіріп кете бере ма? Өтемақыға байланысты. Өтемақы беріле ме үйіне су кіргендерге? Қанша беріледі? Қанша берілетінін айта алмаймын, бірақ комиссияға өтініш жіберіледі аудан әкімшілігіне. Тұрғындар айтады, үйіне су кірген тұрғындар айтады, бізге акиматтан хабарласып 100 мың теңге ғана береміз деп айтты дейді. Ол ақпарат біздің әкімшіліктен ешкім хабарласып, ондай ақпарат таратуға хақысы жоқ, ондай ақпарат болған да жоқ. Енді МЧС вообще су келмей тұрып әрекет жасау керек еді, олар су келгеннен кейін әрекет жасады. Бірақ енді жұмыс істемеді демеймін, келді, барлығын сорғытты, енді кетті, көмектерін жасады, бірақ бәрі су кіріп болғаннан кейін. Неге оған дейін емес деген сұрақ тұрады. Біз оларды негізінде звондап, су кіргенге дейін алдыра алмадық. Келмеді. Дайындықты неге қазір бастадыңыздар? Осы жыл сайын бастады дейді су, мысалы. Неге қыстың қамын жаз ойла дейді ғой, мысалы, жаздың уақыты алдыңа бөгеттер неге салынбады, неге шара қолданылмады? Жоқ, бөгет бізде арықтар салынған, бөгеттер жасалынған, қарды бюджетімізге қарай шығарылған. Бірақ біздің бюджетіміз бөлініп отқан. Бұл 180 километр жолы бар ауылға аздық етеді. Біз бұл аудандық мәслихатқа бұл жөнінде айтып келеміз, жазып келеміз. Егер де бюджет нормаға сәйкес бөлінгенде, мүмкін бұл шаруаларды бұдан да жақсы жасауға болар еді. Ана үй толса, суға басамыз ары қарай. Бұлай күнмен тасыдық. Өзіміз насосымызбен ары қарай жіберіп жатырмыз. Осылай. Енді бұлардың қабырғалары жарылып кетті үйдің. Фундаменттен асса, ол үйдің ішіне кіреді. Сосын кейін челекпен тасып өзіміз кеше насос сатып алдық. Әкімдерге, сосын Ақтантайға бәріне звондаймыз, көтермей трубкаларын. Мынаны өзіңіз шелекпен тасып жатсыз ба қазір? Осыны шелекпен сыртқа тасып жүрміз, өйткені үйді кіргізбеу керек қой, үйге кірсек ішіндегі заттар бүлінеді, оны бізге кім біледі. Сол үшін өзіміз алдын ала сақтық шараларын қолданып сөйтіп жатырмыз. Сол біздегі жағдайымыз осы. Қаншама рет звондадық, жылда солай болады. Шығарамыз, қайтадан келеді, солай жүрміз. 17 жыл болды осы арадан су алғалы. Мына ұқсап әкімет келеді де, мына ұқсап топырағын төгетте кетеді. Не олай трактормен итеріп бермейді, не бұлай итеріп бермейді, не кешеден бері сол территориямызды бірақ су алып кетті. Міне судың ортасында тұрмыз, кешеден бергі көрген күніміз осы. Не от жаға алмаймыз, не үйімізге кіріп, адамша бір ұйықтай алмаймыз. Ұйқымыз да бөлініп, тамағымыз да бөлініп, осындай жағдайда отырмыз. Осы біздің айтарымыз. Мына құмды мына ағысап тастатты міне. Ешбір пайдасы жоқ мынан. Судың ағысын әкелді, қара топырақпен бітетті тастады. Енді одан жарты жер міне территорияма кіріп жатыр. Мынау деген сұмдық қой. Мына билік басында отырған адамдар осы біздің зарымызды, осы айғайымызды естиме екен. Осыны телеарна болсаңдар, обязательно жеткізіңдер қарақтарым. Енді звондасақ не әкімің алмайды, не әкімнің орынбасары алмайды. Бізге қояндық әкімнің қажеті жоқ өзі. Не бір қарайған халықтың басына күн туғанда бір көмегі тимейді. Не звондасаң звонок та алмайды. Ондай әкімнің бізге не қажеті бар? Тұрғындар айтады, 2 күннен бері біз әкімді көрген жоқпыз, бізге келген жоқ, тіпті телефон сөндірілді, телефон алмайды дейді. Ол ақпарат дұрыс емес. Мен әрқашан чаттамын, заявка қабылдайтын
әкімшілікте де қызметкеріміз 09 қызметіне де хабарласып, халықтар өз өтінішін жасап жатыр. Ал сол арқылы біздің төтенше жағдай қызметкерлері біздің ауылымызда қазір 80-ге тарта күш, азаматтар 35 мотопомпа, 25 техника жұмыс істеп жатыр. Білмеймін, мен Қоянның ауылына ондай әкім не үшін керек мысалы. Маған мысалы мен айтарым, қажет жоқ, орын босатсын. Себебі оның біз звондасақ телефон алмайды, WhatsAppқа жазсақ жауап қайтармайды, келмейді. Вообще мына жерде көзімен келіп бір рет те әкім көрген жоқ, осы Қоянның әкім. Қояндық әкім ана мынаның тоқ қажеті жоқ. Ешбір көмегі тиіп жатпаған әкім не қажеті бар? Қиналғанда сөзімізді құптап, звондағанда телефонымызды көтермейтін әкімнің бізге түк қажеті жоқ, осы мен айтарым. Жалпы тұрғындардың көбі, біз барған жерде көбі сізге наразы, ондай әкім бізге керек емес дейді. Сізде мысалы отставкаға жіберуді сұраса, отставкаға шығасыз ба? Жоқ, бұл менде сайланған, бізде бұл бір тұрғынның мәселесімен бұл менің мәселем шешілмейтін шығар. Менде сайлаушыларым бар, сенім артқан өкілдер. Қоянды ауылында бірнеше үйдің ішіне су кірген болса, ауласын су басқандардың қатары 10-нан асып жығылады. Тұрғындар төтенше жағдайлар қызметкерін күтпей-ақ өздері мынадай арнайы насос сатып алып, үйдің ауласындағы суларды сыртқа шығаруда.